Күтпеген жағдай орын алды. Нучон мен Айжан ресми түрде ажырасып кетті. Бұл туралы Нұрсұлтан Instagram желісінде видео, жазба және сторис арқылы хабарлады. Хайп деп жазып жатқандар сондай болса қуанар едім. Өкінішке орай олай болмай тұр. Мен қолымнан келгенін жасадым, басқасына мен кінәлі емеспін. Салатын переписка өте көп, ол семьяның маскасы шешілетін, бірақ мен ондай төмен деңгейге дейін түспеймін. Құдай көріп тұр, басқа ештеңе қажет емес маған. Менің анама, әпкеме тіл тигізген, сыйламаған адамды кешіре алмаймын, жол бермеймін. Переписка салып мәз болып отыр ғой. Айжанның жазғандарын оның мамасы жазғандарын салсам просто обал болады. Ол отбасыға так что осы жерден тоқтайық, деп жазды Нучон желі арқылы. Сондай-ақ ол өкінішке орай осымен бәрі бітті деп әсерлі видео жариялады. Оның достары, тіпті жанкүйерлері Нучонның шешіміне таң қалды. Бұл хайп немесе басқа нәрсе емес, бұл жолы Нучонның шешімі қатаң болды. Желі қолданушыларының пікірі екіге жарылды. Сразу неге саласыңдар? Ол жеке өмірлерің ғой. Қайта татуласатындарың аян ғой, тіпті бітіп жатса, сонда салуы болады. Бала қайда қалды? Екі жастың ортасына түсіп ақыры айырылыстырды, өтірік қой бұларда. Осылар немене өмірді ойыншық дейма, сразу ажырасады. Бұл испытание терпете жақсы болады. Бәрі сразу ажырасамыз деп бейшара жігітті екі жаққа тартып, аяғында семьясын бұздау. Не болса да бірге болғаны дұрыс еді. Жігіттің өз қалауы ғой деп жарса жазды желі қолданушылары. Нучон мен Айжанның ажырасуының басты себебі Айжанның қайын енесі мен Нучонның әпкесімен жанжалдасуы. Айжан әлеуметтік желі арқылы Нучонның анасы туралы өте ауыр сөздер жазып жатыр. Сондай-ақ Айжан Нучонның әпкесі туралы айтып, ол туралы нәрселерді жайып салды. Естеріңізге сала кетейік, Айжан баласын алып ұрсып төркінге кетіп қалған болатын. Ол әлі Инстаграмда Нучонның отбасы туралы жағымсыз пікірлер жазып жатыр. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін білмейміз. Бірақ Нучонның ажырасу туралы нақты шешім қабылдағанын білеміз. Қалай болғанда да бұл олардың таңдауы мен шешімі.